Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бүрме қарынның жасалу жолын көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар және бағалап кетіңіздер. Ең алдымен қарнымызды тазалап дайындап қоямыз. Одан соң етімізді, картошка, сәбіздерімізді дайындап алып, оны түрлі дәмдеуіштермен демдейтін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар дәмдеуіштерді. Мен зіре, қарабұрыш, тұз қостым. Барлығын араластырып, жақсылап дәмін сіңіріп. Бұл бүрме қарынды негізі жылқы етінен жасаса да болады, жылқы қарнына салып. Ол дәмдірек шығады, меніңше. Енді мына қой ішегіне қой етін салып, қазы жасап, қой етінен қазы делінеді. Барлығын жасап аламыз да, сосын барлығын қарынға салып, бетін тігетін боламыз. Бізге ине жіп те қажет болады. Бұрындары тек етпен жасалынады деп айтады. Қазірге енді заман талабына сай картошка, сәбіз қосылады ғой. Ет ассақ та соған орай картошка сәбіздерін де қосып жасап жатырмын. Сіздерде қалай жасалады? Пікірлеріңізбен бөлісіп, жазып қалдырыңыздар. Пияздарын осылай турап саламын. Бәрін салып болғаннан соң және қызанақ қосамын. 2-3 дана қызанақ. Қарынның ашық жерін осылай тігіп шығатын боламыз. Өте дәмді тамақтардың бірі. Негізі ата-бабаларымыз білген ғой қандай тамақтар жеу керектігін. Және де табиғи өнім, ешқандай зиян тимейтін, сондай сапалы, дәмді, денсаулыққа пайдалы тағамдардың бірі. Міне осылай тігіп дайындап алдық. Ашық жері жоқ. Енді қазанымызға салып, толтырып суымызды құямыз. Сонан соң отымызды жағып, баяу отта пісіретін боламыз 2-3 сағат. Көпіргін сүзіп алып, 2-3 сағат қайнауын күтетін боламыз. Не осылай жай қайнап тұру керек, етіміз қатты болып қалмас үшін. Бүрме қарнымыз дайын, 2-3 сағат өтті. Міне біздің бүрме қарнымыз ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.